Баршаңызға қайырлы күн, құрметті сүйікті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет шоколад пен банан қосылып жасалатын дәмді кекстардың жасалу жолымен бөлісемін. Жылдам уақытта дайын болады, әрі миксерді қажет етпейді, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз, оның үстінен қантымызды саламыз. Одан кейін қалауларыңызға қарай кішкене шым-шым ваниль қантынан қоссаңыздар да болады. Енді барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін келесі кезекте осындай бір үлкен бір бананымызды шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Менде банан шамамен 130 граммдай шықты. 130 немесе 150 граммдай қоссаңыздар болады. Езіп алған бананымызды жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстінен саламыз. Одан кейін 65 грамм сұйық майымызды қосамыз. Енді барлығын жақсылап венчиктің көмегімен тағы да араластырып шығамыз. Келесі кезекте осы массамыздың үстінен айранымызды қосамыз. Айранның температурасы маңызды емес, қолдың айранында немесе дүкеннің айранын қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап тағы да миксермен араластырып аламыз. Одан кейін құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Електегі ұнымыздың үстінен какаомызды саламыз. Менде рахаттың какаосын қостым. Оның үстінен жарты шай қасық ұн қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді қосамыз. Одан кейін жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Барлығын жақсылап осы електің ішінде араластырып аламыз, және жаңағы сұйық массамыздың үстінен осы ұнымызды електен өткізіп салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып қамыр жасаймыз. Менің каналымда үнемі шығып отыратын пайдалы әрі дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздер келесі шығатын жаңа видео рецепті бірінші болып көре аласыздар. Осылайша біз қамырымызды дайындап алдық. Енді соңында осындай капля шоколадынан аздап қосып жіберсеңіздер болады. Капля болмаса, Қазақстан шоколадында майдалап үгітіп қоссаңыздар болады. Осымен біздің қамырымыз дайын. Ал енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Осы формамыздың ішінен жаңағы дайындап алған қамырымыздан әр форманың ішіне 2 ас қасықтан құйып шығамыз. Бұл құраммен шамамен 13 немесе 14 штук кекстар шығады. Егер сіздерге көптеу қажет болса, көрсетілген құрамды 2-ге көбейтіп жасай бересіздер. Осы видеоның атауы тұрған жерді бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Сол жерде толық граммдары мөлшері көрсетілген. Енді соңында осы кекстарымыздың үстінен жаңағы капля шоколадынан да сеуіп шығамыз, және 170 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20 немесе 25 минуттай пісіріп аламыз. Толық піскен піспегендігін ағаш таяқша тығып көріп тексерсеңіздер болады. Осымен біздің кекстарымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, биік, керемет болып пісіп шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шоколад пен бананды сүйіп жейтіндер үшін керемет идея деп ойлаймын. Егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болса, лайк қойып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.